Құрметті қолданушы, сайтымызға қош келдіңіз. Сауда инфо сайты арқылы ешқандай арнайы білімнің көмегінсіз 5 минутта сайтыңызды жасап алып, тапсырыстар қабылдауға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін алдымен сайтымызға тіркелуіңіз қажет, яғни авторизациядан өтіңіз. Төменгі бөлікте кіру және тіркелу батырмасы бар. Осы батырманы басыңыз. Жаңадан пайда болған бетте сіз өз ақпараттарыңызды енгізуіңіз қажет, яғни телефон нөміріңізді енгізіп, арнайы SMS парольді алыңыз. Егер де жүйеге осыған дейін тіркелген болсаңыз, бұған дейін келген SMS парольді енгізіңіз. Ал егер жаңадан тіркеліп тұрған болсаңыз, сізге жүйе SMS парольді автоматты түрде жібереді. Ақпараттарыңызды енгізген соң кіру батырмасын басыңыз. Біз сайтқа сәтті кірдік. Егер де сіз сайтқа жаңадан кіріп отырған болсаңыз, сізде бұл бет бос болады. Жаңадан сайт қосу үшін жаңа сайт қосу батырмасын басыңыз. Сайтымызда 3 түрлі шаблон негізінен бар. Біріншісі ол видеофон, екіншісі видеопрезентация, және үшіншісі фотослайдер. Осы видеоның мақсаты үшін видеофон арқылы сайт жасауды қарастыратын боламыз. Ол үшін видеофонды таңдау батырмасын басыңыз. Жаңадан пайда болған бетте барлық өрістерді толтырып шығуымыз қажет. Яғни, өзіміздің контентімізді осы жерге орналастырамыз. Барлық қажетті ақпараттарды толтырған соң, тақырыбы, тақырыпшасы, видеофонымыз, яғни YouTube сілтемесін орналастыру, сайттың тілі, міндетті түрде сайттың тілін көрсетуіңіз қажет. Егер сайтты қазақша жасап жатсаңыз, міндетті түрде қазақ тілін белгілеңіз. Егер орысша жасап жатсаңыз, міндетті түрде орысша тілді белгілеңіз. Сайттың түсі таңдалуы керек. Себебі кейбір кезде сіздің видеофондағы видеоңыздың негізгі түсі ақ болып қалса, мысалға, сіздің жазуларыңыз, тақырыбыңыз және тақырыпшаңыз көрінбей қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде түсті таңдап, өзіңіз теңшеуіңіз қажет. Компанияның телефон нөмірін өзгерте алмайсыз, бұл жүйеге тіркелген нөміріңіз, және міндетті түрде электронды поштаңызды тіркеңіз. Себебі барлық келіп түскен тапсырыстар біріншіден электронды поштаға жіберіледі, және менің тапсырыстарым бөлімінде жинақталып тұрады. Қажетті ақпараттарды толтырғаннан кейін сақтау және жариялау батырмасын басыңыз. Сақтау және жариялау батырмасын басқаннан кейін сайттың ең төменгі бөлігіне түссеңіз, сайтыңыздың арнайы бірегей сілтемесі пайда болады. Осы сілтемені көшіріп алыңыз. Бұл сілтемені өз сайтыңызды жарнамалау барысында қолданасыз. Мысалға, таргетинг жарнамаға қолдану үшін қолдануыңызға болады. Бұл туралы келесі видеода толығырақ әңгімелеймін.